Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгінгі біздің айтатын тақырып ол SPF кремдерін таңдау жайлы болады. Жалпы қазір жаз жақындап келе жатыр, көп адамдарда осындай сұрақ. SPF-тің 30 дұрыс па, 50, қандай түрін алған дұрыс деген. Сондықтан да бүгін осы тақырыпты ашып айтайын дедім. Негізі SPF кремді тек қана жаз айында емес, жыл 12 ай бойы қолданған дұрыс. Себебі тек қана ол күннің көзінен, ыстықтан емес, сонымен қатар жел, салқын, содан да терінің бұзылысқа ұшырауының алдын алады. Негізінен егер SPF кремдерді қолданбайтын болса, адам ағзасында аутоиммунды аурулар, терінің ерте қартаюы, сонымен қатар ДНК уровенінде, ДНК деңгейінде клеткалардың өзгеріске ұшырауына алып келеді. Сондықтан да SPF-ті үнемі жағып жүру, оның дұрыс түрін таңдау өте маңызды мәселе болып саналады. Жалпы аспаннан бізге күннен түсетін сәуленің негізгі 3 түрі бар. А, Б, С түрлері деп бөлеміз, яғни ультрафиолетовый деп сәуле деп айтып жатады, соның 3 түрі бар. С деген түрі ол жер бетіне жетпей-ақ, бізге дейін жетпейді, сондықтан зиян тигізіп үлгермейді. Ал А және Б деген түрлері болады, олар біздің ағзамызға егер тері арқылы ұзақ уақыт бойы әсер ететін болса, жаңа мен атап өткен әртүрлі ауруларға алып келуі мүмкін. Әсіресе А түрінен қорғану қажет, себебі 90% жағдайда біздің терімізге әсер ететін сәуле түрі сол. Негізінен SPF кремдерді таңдаған кезде сыртында жазылып тұрады, 15, 20, 30, 50 әртүрлі. Адамдар ойлауы мүмкін, егер мен 50-ді алатын болсам, ол менің тері қабатымда бірнеше слой түзіп, ұзақ, яғни жақсы қорғаныш қасиет береді деп. Негізінде бұл цифрлар ол уақытты білдіреді. Мысалы үшін SPF 15 деген таңдайтын болсаңыз, бұл SPF сізге 150 минут бойы әсер береді. Яғни 150 минут деп отырғаныңыз 2,5 сағат. 2,5 сағат өткеннен кейін бетіңіздің барлығын жуып, тазалап, қайтадан SPF жағуыңыз керек. Себебі сіздің жаққан SPF-іңіздің әсер ету уақыты бітті деген сөз. Ал егер 30 болатын болса, ол 300 минут, яғни 5 сағат бойы әсер етеді. Егер сіз 5 сағат өткеннен кейін де далада жүретін болсаңыз, онда сіз бетіңізді қайтадан тазалап, тағы да SPF-ті жағып қоюыңыз керек. Тағы бір айта кететін нәрсе, бұл мен атап өткен ультрафиолетовый сәулелер таңғы сағат 10 мен 14:00 аралығында өте күшті әсер етеді, сондықтан мүмкіндігінше бұл уақытта күн сәулесінің астында жүрмеген дұрыс. SPF-ті таңдайтын кезде оның составына өте қатты мән беру керек. Олардың химиялық құрамы сізге зиян тигізбейтін болу керек, ағзаңызға сіңіп қалатын ауыр металдардан тұрмау керек. Атап өтетін нәрсе осы жерде ол диоксид титан деген нәрсе. Бұл жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының, сонымен қатар сырша, яғни Америка елінің ғалымдарын зерттеуі бойынша, бұл егерде ағзаға сіңетін болса, диоксид титан, ол канцероген болып саналады, онкологиялық ауруға алып келуі мүмкін. Сондықтан осы нәрсе болмауына баса назар аударыңыз. Ал егерде составында цинк оксиді, сонымен қатар оксибензон, гамма-салат, октокрилен деген химиялық нәрселер болатын болса, жалпы сол арқылы жасалынады, бірақ олардың мөлшері мүмкіндігінше аз болған дұрыс, 10%-дан төмен болу керек. Сондықтан средний алатын болсақ, негізі SPF 30 деген таңдаған дұрыс, 97% жағдайда күн сәулесінің біздің терімізге зиянды түрде әсер етуінің алдын алады. Жалпы SPF жайлы ақпарат осындай. Егер де сіздерде сұрақ болатын болса, төменге жазып комментарий қалдырсаңыз болады. Ал егерде SPF-тің нақты қандай түрін таңдаған дұрыс, мен составын зерттей алмаймын десеңіз, мына төменде номерге хабарлассаңыз, маған жазыңыз, мен сізге таңдауға көмектесем. Сау болыңыздар.